128 миллион ол өзінің бүкіл үйін сатқан, машинасын сатқан. Курьерға келеді, мін деп коробкаға салады. Яғни банк қызметкерлерінің қатысы болуы мүмкін ғой, а? Террористік ұйымдарға кетіп жатыр. Неге алдануға асығады? Қағазға саласыз да барып тастап кетпейсіз ғой. Украинаны, Ресейді атайды, неге? Ал жерде миллиондар ақша. NoFake KZ порталына қош келдіңіз. Біз фейк, дипфейк және манипуляциялық әрекеттерді әшкерелеп, оқырманды, көрерменді жалған ақпараттан қорғау үшін қызмет етеміз. Сонымен қатар, қазір өзекті мәселелердің бірі телефон, интернет алаяқтарда біздің назарда. Дәл осы мәселені, яғни алдағандар мен алданғандардың жағдайын Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі кибер қылмысқа қарсы іс-қимыл департаменті бастығының орынбасарының міндетін уақытша атқарушы полиция полковнигі Әлбек Оразалымен талқылаймыз. Әлбек Сайлауұлы, қайырлы күн, қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Әлбек Сайлауұлы, жаңа алысқа кетпей, мен өз үйімнен бастағым келіп отырды. Осы жуырда менің әкем жас 60-та кәдімгі алаяқтарға телефон арқылы қоңырау шалған, хат жазған, 5 миллион теңге несие алып берді. Өз қолымен банкке барған, онлайн алған да бар. Сонда ол кісіге ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкеріміз деп хабарласқан екен. Дәл сол сияқты, енді ол кісі жалғыз емес, бізде бұрын банк саласында жұмыс істеген, прокурор болған, тіпті профессорлардың өздері де дәл осылай алданып жатыр да. Сонда ақылдыдан немесе интеллекттен алаяқтық әлдеқайда күшті алғыр болып тұр ғой, Сіз айтып жатқан телефон, яғни қоңыраулар арқылы алаяқтық жасау, ол интернет алаяқтықтың ішіндегі бір дамыған түріне жатқызылады. Кейбір кездерде болады, олар сондай сеніміне кіріп, сіздің ақшаларыңыздың барлығы террористік ұйымдарға кетіп жатыр. Сондықтан да сіз қазір сол бір террористік ұйымның мүшесі болуыңыз мүмкін. Сіз өмір бақи сотталуыңыз мүмкін. Сондықтан да сіз бұл ақшалар туралы ешкімге айтуыңызға болмайды. Бұл жерде біз үлкен арнайы операция жүргізіп жатырмыз. Қазір сізден қатар бұл жерде басқа да мемлекеттік органдардың, банк жүйесінің қызметкерлері де бар. Олардың бәрін біз анықтауымыз керек. Сізге хабарласқан банк өкілдері де, құқық қорғау өкілдері де соған байланысы бар болуы мүмкін. Сондықтан да сіз ешкімге байланысқа түспеңіз. Үйдегі өзіңіздің отбасыңызбен де сөйлеу, әңгіме дүкен құрмаңыз бұл туралы. Ешкімге айтпаңыз. Сіз ғана және мен ғана білем. Басқа адамдар білмеуі тиіс деп олардың сенімін миын солай олап қояды. Сондықтан да ол азаматтар ешқандай ақпарат ешкімге бөліспейді. Тек қана есіл-дерті өзінің жеке мүлкін, бұл жерде ақша, несиеден бөлек жаңағы алаяқтар үйлерін немесе автокөліктерінде сатқызуға үгіттейді. Қазір ақпарат көп қой, айтылып жатыр, сақ болыңыздар, түрлі қандай алаяқтықтың жаңа түрлерін де ескертіп жатырмыз, Сіздер де айтып жатырсыздар, жан-жақта өзгеріс бар ма жалпы? Қазір әлде адамдар әлі де алданып жатыр ма? Дәл жаңа сіз айтқан схема бойынша. Қазір таңда жыл басына қарағанда бізде тіркелуі азайды. Бірақ бұл жерде тағы ескеріп кететін нәрсе, алаяқтардың немесе осы интернет алаяқтың түрі ол жасырын қылмысқа жатады. Яғни оны азаматтар өте кеш хабарлап жатады. Мысалы қазіргі тіркелген қылмыс мысалы жаз айларында болуы мүмкін. Көрдіңіз ба? Неге ұзақ ұстайды олай? Олар өздері білмейді алданған. Олар өздері жасырын ұстайды. Сосын өздері банктік мысалы несие алса, сол банктер олардың счеттарын бұғаттайды. Сосын неге менің счетым бұғаттады деп жаңағы іздей бастаған кезде немесе қызығушылық туындаған кезде өзіне сондай жаңағы интернет алаяқтардың алдағанын сезіп жатады. Банкке барғаннан кейін оларға қызметкерлер түсіндіреді. Немесе полицияға барса, полициялар қарап мәселені алдына қойып көрсетеді. Сол кезде қара өздерінің алданғанын біледі. Яғни бұл жерде дер кезінде білсе, яғни ақшаны аударған күнде де сол сәтте полицияға немесе банк қызметкерлеріне хабарласатын болса,
бізде осы арнайы мемлекет басшысының тапсырмасымен ұлттық банкте бүкіл ол жерде банк жүйесі, сосын құқық қорғау органдары қосылған үлкен жүйе бар. Оны антифрод жүйесі деп айтады, орталығы деп аталады. Осы антифрод орталығы барлық осы транзакцияларды бақылайды. Яғни бұл жерде егерде ол азамат өзінің ақша кеткен уақытылы біліп хабарласа, оның счеттары бұғатталады. Яғни ол жердегі ақша еш жаққа кетпейді. Кеткен күнде де келесі адамның кімге барды, оның есеп шоты да бұғатталады. Сіздерде дәл сол дроп арқылы іздейсіздер ғой, жаңағы өтініш түсті, арыз түскеннен кейін қалай іздейсіздер? Енді арыз түскен кезде әртүрлі ғой. Бізде несіне байланысты? Біз бірінші кезекте біз құқық қорғау органымыз, яғни полиция. Бұл жерде біз арыз алғаннан кейін бірінші кезекте бізге қажетті айғақ заттар керек. Ол айғақ заттар кімге аударды, кіммен сөйлесті, сөйлескен жазбалар, телефон қоңырау шалса, ол қандай телефонмен байланысқа түсті. Ол байланыс телефондары егерде Қазақстан аумағында жұмыс істесе, оны анықтаймыз. Шетелде жұмыс істегенін біліп жатсақ, онда шетелдік әріптестерімізге жаңағы сұрау салулар арқылы жүзеге асырылады. Ал Қазақстан азаматтарына аударылған болатын болса, ол аударылған азаматтардың есеп шоттары бұғатталатын болады. Енді біз бұл жерде кешенді жұмыс істейміз. Біз тек қана оның ақшасы аударылғанымен ғана жұмыс істемейміз, оның салдары қайдан келді. Егерде кейбір кезде біздерде ақшасын жіберіп қойған, бірақ түсінді, қылмыскердің, алаяқтың алдап жатқанын түсінеді. Бірақ ақшаның бәрі кетті, бірақ байланыста. Сондай кездерде де болады бізге келіп хабарласатын. Сол кезде біз өзіміз оларды анықтайтын боламыз. Яғни, мысалы, әлі күдіктімен, алаяқпен әлі байланыста отырған кезде дереу хабарласаңыздар, анықтау жылдам ба? Жылдам, тезірек болады, өйткені біз өзіміз жедел әрекет ететін боламыз ол жерде. Сол арқылы ол жер оның кім екенін, қайда орналасқан туралы ақпараттарды алуға біздің мүмкіндігіміз болады. Ал уақыт өтіп кетсе, жаңа сіз айтқанда жарты жыл, бір ай, 2-3 күн. Онда уақыт өтіп кететін болса, бізде іздер қалады ғой. Кез келген қылмыста қалатын іздер болады. Ол мысалы кірген, мысалы хабарласты ғой. Немесе оған бір сілтемені жіберді. Ол сілтеменің артында бір үлкен интернет ресурс тұруы мүмкін. Сол интернет ресурстың қайда тіркелгені, IP адрес деген, сол арқылы шығамыз. Абоненттік нөмір, банктік реквизиттер арқылы, IP мекенжайлар бойынша, солардың барлығын бізге бұл жерде айтайын дегенім, азаматтардағы кез келген ақпарат алаяқтар туралы бізге өз көмегін тигізеді. Оның хабарласқан уақыты, күні, сағатына, минутына дейін, немесе жазған перепискалар. Переписка дейміз, яғни жазу, бір-бірімен хабарлама айналыс жіберіп отырған жазба хаттар. Сол жазба хаттардың барлығы бізге керек. Сонымен қатар банктік реквизиттер, кімге есеп шотты аударды, кімге ақшаны жіберді. Солардың барлығы біздің қылмысты ашуға өз үлесін қосады. Көбіне ол біздің Қазақстанның банктік шоттарды пайдаланады ғой, біздің азаматтар өздері дроп дейміз ғой. Көп жағдайда солай ғой да? Енді қазір біз осы ішкі істер министрлігі, жалпы осы мүдделі мемлекеттік орган, жаңа айтып жатырмыз, банк жүйесі бар, барлығы бірлесіп жұмыстар атқарылып жатыр. Көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Осы бұл тек қана Қазақстандағы мәселе емес. Бұл әлемде туындаған үлкен проблема. Өйткені барлық елдер осы алаяқтықтармен күресіп жатыр. Енді біз мемлекетімізде жаңағы антифрод орталығы құрылды банк бойынша. Сонымен қатар бізде ұялы байланыс операторлары арқылы шетелден соғылатын жалған қоңырауларды тосқауыл қойылады. Оның өзіне, мысалы, яғни біздің Қазақстанда тіркелмеген
қоңыраулар келіп түсетін болса, сим карталардың, ол Қазақстанның аумағына өтпейді. Бұндай мысалы қазіргі таңда 84 миллионнан аса осындай жалған қоңырауларды біз бұғаттадық. Яғни бұл жерде әрдайым мемлекеттік орган бар бізде, сосын ұялы байланыс операторлары бар. Солардың жұмыла кірісіп атқарған нәтижесінде жұмысының осындай күнделікті ол жалған қоңырауларды біз бұғаттаймыз. Ал енді өкінішке орай біздің азаматтарымыз, жаңа дроп дегенге келейік. Енді қазір бізде азаматтарымыз ақша табу мақсатында өздерінің жеке деректері, ол жерде банктік реквизиттер бар, абоненттік нөмірлер бар. Соларды интернет желілері арқылы, яғни мессенджерлер арқылы өзіне танымайтын адамдарға сатады ақшаға. Мысалы, мен абоненттік нөмірімді 1 сағатқа 5000 теңгеге берем. Ал 1 сағатта менің абоненттік нөмірмен ол барлық әлеуметтік желілерге тіркеу жасайды, барлық мессенджерлерге тіркеуін жүргізеді. Ол абоненттік нөмірлер арқылы қаншама қоңыраулар шалуы мүмкін. Ал яғни біз ізіне түскен кезде сол азаматқа келіп түсеміз. Ал ол азамат сол қылмыстың, жасалған қылмыстың бір мүшесі болып табылады. Білмей қалуы мүмкін ба? Мысалы, біз жақында бір материал дайындаған кезде кейіпкер айтты, мен дроп болғанды білмей қалдым. Маған өтініш жасап еді, 1 рет өтініш жасады, 2-ші рет жасады. Соңында осындай жағдайға тап болдым деп. Иә, ондай халық арасында кездеседі. Біз өзіміз негізгі біздің табиғатымыз сенгішпіз. Өзіміз адал, ақкөңіл болғаннан кейін барлығын солай ойлаймыз. Бір мысал ретінде айтайын. Көшеде сізге бір азамат келеді. Менің қазір банктік қосымшам жұмыс істемей тұр. Сізге қазір ата-аналарым немесе достарым, үйдегілер ақша жібереді. Сіз банкоматтан шешіп беріңізші. Мен сондай ақшаға зәру болып тұрмын. Студентпін деуім мүмкін, жұмыссызмын деп тұрмын, маған ақша керек. Сізге енді айтып тұрғаннан кейін, ананы көріп тұрсыз. Киінген киімі бәрі жақсы, жүзі жылы. Сосын жарайды дейсіз. Менің нөмірімді осылай деп бересіз, сізге ақша түседі. Ақша түсті, сол ақшаны банкоматтан өзіңізге бірге барасыз, өзіңіз симат етесіз, сөйтесіз, ананың қолына ұстатып жібересіз. Бірақ ол ақша алаяқтық жолмен келген ақша. Сосын сізге полиция қызметкерлері ізіңізге түседі. Сосын келгеннен кейін сіз айтасыз ғой, мен білмеймін, ана бір адам көшеде попросить етіп еді, соған мен өтініш жасағаннан кейін шығарып бердім деп. Ал енді бұл жерде заңды білмеген жауапкершіліктен құтылмайды. Сондықтан да біз әлі де айтамыз, айтып та келе жатырмыз. Ешкімге жеке деректер беруге болмайды. Ол жерде жай ғана абоненттік нөмір, банк реквизиттерден бөлек өзіңіздің жеке ЖСН дейміз, енді жеке сәйкестендіру нөмірі, өзіңіздің аты жөніңізді, немесе әлеуметтік желідегі аккаунттарды қазір уақытша жалға алады. Ондайды да беруге болмайды. Мессенджердағы кез келген сізге тиесілі зат, тиесілі өзіңізге тиесілі жеке деректерді ешкімге беруге болмайды. Сонымен қатар өзіңізге келген жаңағы ең бастысы құпия сөздер. Жаңа сіз айттыңыз ғой, 84 миллион қоңырау түсті деп, қоңырауды бұғаттадық дедіңіз. Ол жаңағы алаяқтардан келіп жатқан қоңырау екен, қалай анықтадыңыздар, қалай ажыратасыздар дегенім ғой. Оны мен жаңа айтып жатырмын ғой, мен сіз маған абонент осы жерде Қазақстан Республикасында менің жеке өзіме тиесілі абоненттік нөмірім бар. Осы абоненттік нөмір менде осы Қазақстанда жұмыс істеп жатыр. Бірақ бізде кейбір кездерде болады ғой. Мен жай ғана бір ғана мысалын айтайын. Осы менің абоненттік нөмірімді кез келген азамат интернетте отырып терсе, соған ондай ақылы нелер бар, приложениялар бар. Мен шетелде отырамын. Сөйтемді менің осы Қазақстанның абоненттік нөмірін теріп, мен соны WhatsApp мессенджеріне өзіме тіркеуім мүмкін. Тіркеп, егер де шетелден сол қоңырау менің қоңырауым келіп түсетін болса, жалған. Яғни ол Қазақстанда жұмыс істеп отқан белгілі ғой.
яғни келген қоңырау автоматты түрде бұғатталатын болады. Яғни ол жерде ол Қазақстанда тұр ол номер. Сондықтан да ол шетелден келуге мүмкін емес деп. Түсінікті. Ал мынау 14-14-тен де хат хабар алып жатамыз ғой, алаяқтардың атынан, ал оны қалай пайдаланады? Енді ол 14-14-те мысалы порталда оны қазір біз күшейтіп жатырмыз. Ол мәселе қазір таңда ол басқаша жұмыс жасайды. Осыған дейінгісінде мысалы кез келген сіз кіресіз ego порталына, сосын өзіңіздің жеке кабинетіңізге кіргіңіз келеді ғой. Бірақ парольді ұмыттыңыз. Парольді ұмытқан кезде сізге ұялы телефоныңызға құпия сөз келеді кіру үшін. Енді алаяқтар сіздің абоненттік нөміріңізді сол жерге пайдаланады да, сосын сізге автомат түрде сол құпия сөзіңіздің ұмытқаныңыз деп ойлап жаңағы SMS код келіп түседі. Олар сонда өздері ашады порталды, сіздің абоненттік нөміріңізді тереді, құпия сөзді ұмыттым дейді. Сосын сізге сообщение келеді, сол сообщениені олар пайдаланып, яғни хабарламаны сізге сеніміңізге кіреді. Яғни сіз көрдіңіз, оны құпия сөз, құпия код арнайы 14-14-тен келді. Бірақ оның мақсаты тек қана сенімге кіру. Ол код арқылы олар ештеңке жұмыс жасай алмайды. Негізгі мақсаты сіздің сеніміңізді теріс пайдалану. Түсінікті. Енді қараңызшы, депутаттар соңғы кезде бірнеше депутат айтып жүр, жаңа дәл осы алаяқтардың телефон, интернет болсын, алаяқтар мен банк қызметкерлерінің байланысы бар деген мәлімдемелер жасап жүрді. Тіпті атына береміз, тізімін өткіземіз деген сияқты. Жалпы банк қызметкерлеріне қатысты қылмыстық істер қозғалды ма, қылмыстық қозғалды ма, ондай істер бар ма, факт тіркелді ма? Шымкент қаласында бізде үлкен бір қылмыстық істер келді. Ол жерде бірнеше баптар бар. Оның ішінде жаңағы нотариус қызметтері бар. Сонымен қатар микроқаржы ұйымдары олар бар. Солардың барлығы бірлесіп бір қылмыстық топ құрған. Сол арқылы ол жерде азаматтардың жеке деректері бар. Соларды асыра пайдалану мақсатында, осы алаяқтық жолмен ақша табу мақсатында жаңағы қылмыс жасаған. Сол қылмыстық топ ұсталды. Қазіргі таңда Шымкент қаласы полиция департаментінде бұл қылмыс тергелуде. Бұл жерде жаңағы алаяқтықтан басқа ұйымдасқан қылмыстық топ бойынша да қылмыстық істер келген. Яғни банк қызметкерлерінің қатысы болуы мүмкін ғой, ол жерде енді қазір тергеу жүргізіп жатқаннан кейін мен ашық мынау бар, мынау жоқ деп айта алмаймын. Бірақ бірнеше жаңағы қызметкерлердің жаңағы өздерінің жұмыстарын асыра пайдаланғаны анықталған. Ал депутаттардан шағым түсті ме дәл осы банк қызметкерлерін тексеріңдер деген сияқты? Бізге өте көп келеді, халықтар хабарласады, бізге хабарласады, жеке шығады, депутаттарға хабарласады, олардан келеді. Біз әрбір фактіні тексереміз. Әрбір факті бойынша қылмыстық іс қозғалады. Бізде бұрынғыдай емес қой, қылмысты жасырып қалу деген жоқ. Адам неге алдануға асығады? Жаңа сіз өзіңіз айттыңыз, бізге шағым жазған кезде, келген кезде олар сауатты, қаражай емес деп. Ал сонда неге біз асығамыз алдануға, қалай ол? Алаяқ өзінің енді қылмыс жасауға олар алдын ала тыңғылықты дайындалады, жоспар қояды. Ал біз алдану үшін жоспар қоймаймыз ғой. Біз осындай қазір алданып қалсам, мынандай жоспарлы түрде мен әрекет етемін деп ешқандай азамат алдану үшін жоспар қоймайды. Ал алаяқтар жоспар қояды. Мысалы біз Украинада біздің қызметкерлер барып 5 колл орталығын жолын кесті. Сол колл орталықтарын ұстаған кезде олардың операторлардың алдарында алгоритмдер болды. Азаматтармен қандай сұрақтармен сөйлесу керек туралы. Сұрақ қояды, сіз жоқ немесе иә деген сұраққа оларда келесі сұрақ дайын тұрады. Иә десе келесі сұрақты қояды, жоқ десе келесі басқа сұрақты қояды. Солай олар адамның жаңағы психикасымен сеніміне кіру арқылы өте тез байланысқан. Олар тоқтамайды. Олар ақпараттың
маңыздылығымен бірге уақыттың тығыздығын ескертіп отырады. Сізге ойлануға уақыт бермейді. Сізге бір ойланып біреумен ақылдасуға да уақыт бермейді. Оларда өте жаңағы қойылған жоспарлары алгоритммен жүзеге асырылып отырады. Сондықтан да бізге қазіргі таңда халық арасында айтады ғой, сізге белгісіз адам қоңырау шалса, қазақша сөйлесіңіз деп. Қазақша сөйлесеңіз, олар тұтқаны қояды деп. Оның да жаңағы шындығы бар. Яғни бізге қоңырау шалатындар көбінесе шет ел мемлекеттерінен жүзеге асырылып отырады. Көбіне ол жаңағы алаяқтардың ошағы Украинаны, Ресейді атайды. Неге? Қақтығыс болып жатқан жерлерде орналасқан. Ол жерге көп мысалы құқық қорғау органдары да аса бақылауда ұстамайды. Сондықтан да біз жаңағы шыққан кезде көбінесе осы Украина мемлекетінен шығып жатыр. Әлібек Сайлауұлы, енді статистикаға тоқталсақ, жыл басынан қазақстандықтар алаяқтарға қанша соманы санап берді, несие алып берді, өз қаржысын берді, және оның қаншасы қайтарылды? Интернет алаяқтық бойынша қазақстандықтардың келтірген шығыны биылғы жылы 65 миллиардты құраса, қылмыстық іс барысында қайтарылғаны 4 миллиардтан асады. Сонымен қатар бізде жаңа антифрод орталығы жұмыс істейді қой. Сол жерде дер кезінде бұғатталған саны ол 2 миллиардқа жуық ақша бұғатталды. Енді оны азаматтар қылмыстық іс барысында өздерінің ақшалары екенін дәлелдеу барысында ақшалар қайтарылатын болады. Ал қылмыс жалпы тіркелген фактілер азайып жатыр ма, немесе көбейіп жатыр ма, жалпы өзгеріс бар ма? Осы мысалы күнде бір тергеуші қанша өтініш қарайды, арыз шағым қарайды? Жыл басынан қарайтын болсақ, жыл басында бізде 100-дің шамасында күнделіктер келетін болса, қазіргі таңда түсу үрдісі байқалады. 30-40 арасында күнделіктер келеді. Енді бұл жерде алаяқтардың барлығы қоңырау шалу арқылы деп айта алмаймыз. Оның ішінде алаяқтардың кең тараған тағы бір түрі ол онлайн платформалар арқылы сауда жасау. Яғни бұл жерде алдын ала берілген ақшаны қайтармау, немесе көрсететін қызметті ұсынбау. Негізгі осы интернет алаяқтыққа статистика бойынша қарайтын болсақ, көбінесе алданып жататын ол орта буын мен егде жастағылар, яғни зейнеткерлер. Сонымен қатар көбісі, мысалы 65% әйелдер қауымы. Сонымен тағы да бір айтаты кететіні, әйелдер қауымының ішінде алданып жататындары жұмыссыз үйде отырғандар. Бала бағумен, немесе уақытша жұмыс істемеуіне байланысты үйде отырып, тез жаңағы ақша тапқысы келеді, немесе жаңағыдай ұсыныстарға тез өзін алдануға мүмкіндік беріп отырады. Ең үлкен соманы атай аласыз ба, шығынға ұшыраған? Қызылорда азаматы өзінің ақшасын өзі шешеді. Өзі шешеді, счеттағы ақшасын үйін сатады. Сол барлық ақшасын Алматыдағы қабылдаушыға курьер дейміз, курьер арқылы ақшасын салып жібереді. Оған келеді, жаңағы ақшаны алуға. Ол ақша деп айтпайды, енді товар деп коробкаға салып ақшаның барлығын сөйтеді. Ол келген таксист, екі ортада адам таситын, соған ақшаны өз қолымен береді. Кімге беріп жатыр, не үшін беріп жатқаны туралы жоқ. Ол ақшаны алды, Алматыға апарып тастайды. Бұл жақтан екінші адам қабылдап алды. 2 рет, бір емес 2 рет ақшаны, өте үлкен көлемдегі ақшаны. Қанша сомасы? 128 миллион ақшаны бері жерге қолма-қол. Ондай айта берсем, мысалдар көп. Осы бір мысалды, бұл жерде өз қолымен. Тағы да бір мысал, өзінің ақшасын алаяқтардың нұсқауымен жаңағы мусорный бак дейміз ғой, сол мусорный бактың қасына тастап кет дейді. Тастап кете бер, сосын оны өзіміз аламыз дейді.
өзіне тиесілі ірі көлемдегі ақшаны қолма-қол алып келіп жаңағы мусорный бактың қасына қояды да кетеді. Оны аңдамайды да кім артынан келетінін. Тастады кетті. Жаңағы 128 миллионды солай беру үшін, мусорный бактың қасына апару үшін. Ол екінші факт. Жоқ, екінші факт, мусор. Сіз қараңызшы, мысалы маған айтып жатыр, 5 мың теңгені алды, ана жерге барып тастап кет, сосын барып біреу алып кетеді оны дейді. Сіз барасыз да коробка мына қағазға саласыз да барып тастап кетпейсіз ғой. А ол жерде миллиондар ақша. 128 миллион ол өзінің бүкіл үйін сатқан, машинасын сатқан, бүкіл банктен кредит алған. Барады да таксист келеді, танымайтын таксист. Курьерға келеді, мін деп коробкаға салады да, екі бөлек. Біріншіден біреуін салып жібереді. Кімге кетіп жатыр, қайда барып жатыр, кімге беріп жатқан білмейді. Біледі ғой енді ана сценарий бойынша ол құқық қорғау органдары немесе банк қызметкерлері жаңағы арнайы операция бойынша беріп жатыр. А бірақ факт что оны танымайды, оны көрген жоқ оны адам. Өзі беріп тұр ғой, бұл да қылмысқа жата ма? Мысалы үшін ол өтініш жазса, арыз жазса, сіздер қарайсыздар ма? Ол бойынша қылмысқа әрине. Осы 128 миллионның тағдыры не болды? Қазіргі таңда екі Ресей азаматы анықталды. Әрине біз олар бойынша жұмыс жүргіздік. Жаңағы алып кеткен курьер анықталды. Оның кімге бергенін анықтадық. Оның бәрі арнайы уақыт талап етеді. Өйткені біз барлық қаладағы камераларды көтеруге тура келеді. Сөйтіп оны анықтаймыз. Анықтадық, бірақ екеуі де Ресей азаматтары. Ақша қайтқан жоқ? Біреуі ұсталды, екіншісі Ресей азаматы, екеуі де Ресей азаматы, екіншісі Ресейге шығып кеткен, өкінішке орай үлгерген шығып. Екіншісі Қазақстанда қазір тергеу амалдары жүргізілуде. Қаржы қайтарылған жоқ? Енді ол қаржы барлығы тергеу амалдары жүргізілгенде. Жарыс қалды, жарыс кетті, оны точносын білмеймін енді. Әлбек Сайлауұлы, сұхбатымыз аяқталуға жақын қалды. Енді жалпы алаяққа алданбаудың амалы бар ма? Жалпы бола ма алданбауға? Әрине, егерде біз өз-өзімізбен жұмыс жасауымыз керек. Кез келген азамат осы интернет кеңістігіне шыққанда жауапкершілік сезіну керек. Қарапайым біз ұялы телефонды тек қана байланыс құралы емес, ол жердегі біздің жеке деректеріміздің барлығы сақталып тұрғаны туралы біз өзіміз сезінуіміз керек жан дүниемізбен. Кибергигиена деген әрбір азаматтың ұғымында болу керек. Біз күнделікті таңертең тұрғанда беті қолымызды жуып, тісімізді шаятын болсақ, тура сол сияқты осы интернет кеңістігіне шыққан кезде әр қайсымыз жауапкершілікті сезініп, әрбір қадамымызға мұқият болуымыз керек. Ол қандай қадамдар? Бірінші кезекте өзіңізге таныс емес адамдармен әңгіме дүкен құрмау керек. Өзіңізге белгісіз сілтемелерге немесе электрондық пошталарға ашпаңыз. Құпия сөздерді, құпия кодтарды екінші адамға айтпаңыз. Тағы да айтамын, азаматтар интернет кеңістігінде өздеріне мұқият болу керек. Ешкімге ешқандай ақпаратты беруге болмайды. Келген сілтемелер мен таныс емес хаттарды ашуға болмайды. Сілтемеден өту барысында сіз өте мұқият болуыңыз керек. Таныс емес сілтемелерге өтпеу керек. Сілтемемен бірге зиянды бағдарламалар да кеп қондырғыға орнатылады. Уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Ал құрметті көрермен, кез келген ақпаратты асықпай оқып, ой елегінен өткізіңіз, эмоцияға берілмеңіз, алдануға асықпаңыз. Жүздескенше.